Қоянның құлағы неге ұзын? Баяғы заманда Сібірдің орманында пайда бола бастаған аңдарды бұғы басқарған екен. Бірде бұғы өзінің бұланымен әңгімелесіп тұрады. Қастарынан секеңдеп өтіп бара жатқан қоян оларды көріп, ақырын тыңдап тұра қалады. Бұлар не қызық айтып жатыр екен, дейді ішінен. Ал бұғы болса, менің мүйіздерімді сыйға тартатын мезгіл жетті. Аңдар көп, кімге берерімді ойланып жүрмін. Ешбірін ренжіткім келмейді, дейді. Мұны естіген қоянның дегбірі қашады. Бұғының мүйізін алуға құмартып, енді аузын аша бергенде бұлан сөйлейді. Мынаны маралға бер, ол біздің туысқанымыз ғой, оған мүйіз жарасады. Жарайды, дейді бұғы, ал мына үлкенін кімге берейін? Осы кезде қоян шыдай алмай жасырынып тұрған жерінен атып шығып, маған бер деп айғайлап қоя берді. Аң-таң болған бұғы, саған мүйіздің қажеті қанша? Оны қайтпексің, дейді. Маған мүйіз керек, дейді қоян. Мүйізім болса, менен барлығы да қорқар еді. Орманда күндіз де түнде де қорықпай жүрер едім. Жарайды, ала ғой, дейді де бұғы өзінің мүйізін қоянның басына қадап береді. Қуанышы қойнына сыймаған қоян секіріп шаттанып кетеді. Сол сәтте оның басына шыршаның үлкен бұтағы құлап түседі. Қорыққанынан қоянның көздері атсыздай болып, бұтақтардың арасында қарап кіріп кетеді. Сөйтіп, басындағы мүйізіне ілінген бұтақты шығара алмай әбігерге түседі. Оны көрген бұғы мен бұлан әбден күлкіге батады. Ия, інішек, сен сияқты қорқаққа мүйіз таққан жараспас. Одан да саған ұзын құлақ берейін. Сенің біреудің әңгімесін тыңдауды қаншалықты жақсы көретініңді жұрттың бәрі білсін, дейді. Бұғы күлкісін тыя алмай. Міне содан бері барлық қоян ұзын құлақты екен.